Қымыздың бабы келе ме, қымыздың бабы келе ме, көбіні күтіп ұстамай, кісінің сәні келе ме, көрпедей мамық көңілін, көркем мінезбен тыстамай, адалдықтың ақ жолы, ақиқаттың хақ жолы, Қожа Ахмет Яссауи бабадан қалған нұсқадай, қазағым деп қайғалып, ұлт үшін уды іш табай, ол абай кеше сынаған, қулық пен сұмдық әлі бар, оңай олжаға келгенде құлқынымыздың құштарай, карантиннің жылында жасырып жүрген бұрында жария болды іс талай, масқарамыз сол болды, маска іздеп халық қор болды, мақтанушы едік елміз деп алтын мен мұнай мысқабай, сапасыз тесті сатып ап санаған елді ақымақ. Минздравтағы мырзалар миларыңыздың мысқалай, шексілемді қатырған бек жинаған болмаса, қабырғаға қамалып, ішімнің әбден пысқанай, көрінбейтін вирусқа күресуге жұмсалған, миллиардтаған қаражат көзіңнен бұлбұл ұшқанай, үнемдеуді білмейтін үкіметтің тірлігі, астау жасайтын ағаштан ұршық шығарған ұстадай, не дейді екен тағы да алдағы күні вирустан ауыратының қанша адам, сауғатының қанша адам, санына дейін білетін сәуегейлігі күштағай. Оу, сес көрсетіп, сес келіп, патруль келіп, чес беріп, қалт-құлт еткен халықты қос бүйірден қысқанай, сақшыларға айтарым, тәртіп бұзғанды іздесең, санитарлық нормалар сақталмады деп тұстақай, бәріне тең қараңдар, протокол жазып кедейге, прокурорды көрсең піш болмай, түнгі клубта түнеген байдың балаларын қамаңдар, жаназаға жиналған 20 адамды ұстамай